дұрыс екен. Мен вообще давлениемен страдаймын. Өзім теміржолшымын, инспектор болдым, билетный кассир болдым, нервный жұмыс, давление тек дәрі жатамыз, скорый шақырып жатамыз, жұмыста да, үйде де сондай обдержанный болдым. Последнее время құлағым естімей бастады, көзім көрмей бастады, ұмытып қала беремін. Ана бөлмеде бір затым қалып қояды, мына бөлмеде бір екі этажды былай бүйтіп жүремін. Жылаймын иногда. Мынадан өмір бола ма деймін. Қай киім қақты екенін білмеймін. Қашанғы жүгірейін деп отырады. Уже біткен шығарым дедім. Сосын осындай жағдай. Аман екеуміз бір жерде жасаппыз, Аман айтты. Сосын қымбаттау екен дедім. Ойландым, көшіп тұрсын, шебейіш деп. Екеуміз бір ауылдың адамбыз. Апа, сізді білемін, екі бөліп төлеймін, ішіңіз деп. Содан, короче, амен бұны алдым. Вообще, любой адамға, любой адам, қай жерің алсаң да, амен бұны ішу керек, отсыз болмайды. Амен бұны іштім, мен вообще геморройдан 30 жыл страдала. Өзім 30 жасында босандым, қызымды сол кезде мен запор басталды, содан геморрой. В общем, мен геморройдан адам сияқты отыра алмаймын. Мысалы, бүгін туалеткаға бітірсе, извините за выражение, да, просто айту керек қой. Ну, естественно. Сосын мен бүгін болсам, жұмыста жүрсем, ертең барармын деймін. Үйде мен дайындалып отырмын, какой-то мен рожать істейтін адам сияқтымын. Дайындалуым керекпін, барған соқтан жуынуым керекпін, бәрі. Сосын ертеңіне барамын, үйден аламын. Сосын сол бойда ауырып отырамын, ыңырсып, өлейін деп. Бытшыт боламын сөйлеймін. Одан кейін жүректің жазылады, сондай 30 жыл осылай өмір сүрдім. Ал сонда мен давление ойлап жүрмін, геморройды ойламаймын. Мен давлением нанасыз ба? Мен 4-5 күнде кетіп қалды. Менде еще шишка шығып кетті соңғы кезде. Мен рак шығарым дедім. 4-5 күнде мен деген жазылып кеттім. Шынымен жұрт айту үшін ұялмай айтуым керек. Рассосалась? Все, вот это шишка жоқ болып кетті. Сосын врачке бара бердім. Мясо вот так висит. Мынандай, мен любой кіші дәретке олар қылсам, ана жып етіп шығып кетеді. Сонымен отыра беремін, мен қайтемін деп басыма түсті ғой енді. Сол өзінен өзі тартылып кетті. Что пили вот это абы? Мен бір іштім да? Неше күннен кейін? Айттым ғой, мен бір іштім, 10 күннен кейін менде геморрой жоқ. Прям чудо. Цистит болдым, ол да жоқ. Мен давление емдеп жүрмін ғой. Соған деген давление деп ішкенсің. соған бір 2 реттен кейін 22 учеттамын, 22 давление дәрісін ішемін кәдімгі. Поэтапно успокоительный ішемін, бүкіл неше түрлі калвалика, валкардин да бар, валериан бар, бәрін араластырып ішемін онда. Давление де жоқ болып кетті. Бұл кісі 10 күн ішкеннен кейін сразу спирулина